Бұл Доли деген қыз 12 жасында, оның бетіне 25 жасар еркек кислотаны құйып жүрген. Ал дәл қазір Доли осында жұмыс жасайды. Қай жерден қарасаңыз да барлық жерде олардың фотолары, өмірбаяндары барлығы жазылып тұр. Неге беттеріне кислота құяды деген сұрақ болса, мысалы бір ер адам бір қызды жақсы көреді, оған барып ұсыныс жасайды, ал егер қыз оған қарамаса, сол еркек сол қызға барып бетіне кислота құятын болған екен. Бұрында, қазір емес. Қазір заңды түрде тыйым салынып, кислота бар ғой, кәдімгі қышқыл, сол ешқандай аптекада сатылмайды екен. Ал бұрын сол кислота кез келген аптекадан алынып, 100 рупиге сатып алып, беттеріне, қыздардың, әйел адамдардың бетіне шашады екен. Жоқ деген жауапты алған ер адамның туысқандарына дейін кейбіреулері сондай бір жамандыққа барады екен. Егер біздің жігітке қарамаса, немесе маған қарамаса деген жігіттер ешкімге қарамайсың, ешкімге бұйырмайсың деген жаман сондай оймен беттеріне кислота құятын болған екен.